аталады. Біздің қараша айы әділдік пен жауапкершілік айы. Аптаның дәйек сөзі тура биде, тура жоқ. Айтайықшы. Тура биде, тура жоқ. Өте жақсы, жарайсыңдар. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың мақсаты тәуелсіз еліміздің ең бірінші айрықша белгісі теңгенің шығу тарихы мен дизайн ерекшелігімен тереңірек таныстыру. Балалар, кәне, қатарға тұрайық, топқа бөліп аламыз, иә? Қазір көкіректі сенім, мейірім, шабыт, арман, иә? Екінші топқа ендеше теңгенің қалай жасалғанын бейнеролик арқылы тамашалады, иә? 1993 жылы 15 қарашада ұлттық валютаның айналымға енуі тәуелсіз мемлекет үшін маңызды қадам болды. Ұлттық валютаны жасау үшін бұрынғы премьер-министр Сергей ақша айырбастау шарттарын бекітті. Қазақстандық валютаны Меңлай Али, Досбол Қасымов пен ұлы тарихи тұлғалардың бейнесі деді әдемі әрі қорғалған банкноттар қатарын шығарады. Бізде осы теңгеге байланысты енді сұрақтар берген екен, иә? Ол үшін кім бізге сұрақ қойып жатқан? Робот сұрақ қойыпты. Қарайықшы, кәне, бірінші сұрақта бізде Ұлттық валюта 1993 жылы 15 қараша күні шыққан. өте жақсы. Халқымыз теңгені бұрында пайдаланған. Ерте замандарда теңгелерді Түркістан Тараз қалаларына арнаулы шеберханаларына жасалған. Ұлттық валютамыз Қазақстан Республикасы президенттің 1993 жыл 12 қарашада жарияланған 1993 жыл 15 қараша күні таңерте сағат 8:00-ден бастап енгізіледі. Қазақ теңгесі Англияда басылды. Мен бір теңгемін, әл-Фарабимін. Мен үстінде менде сүймай бейнеленген. Мен бес теңгемін, менде Жамбыл Жамбайып белгіленген. Мен 10 теңгем, менде Шоқан Уәлихан белгіленген. Мен 20 теңгем, Абай Құнанбаев белгіленген. Мен 50 теңгем, менде Әбілқайырхан бейнеленген. Мен 100 теңгем, менде Абылайхан бейнеленген. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Англия. Қазақ теңгесі алғаш қайда басылды? Жарайсыңдар. Келесі, алғашқы теңгелердің қандай түрлері пайда болды? 500. Енді балалар, біз жұптық жұмыс жасайық. Бізге қараңдаршы, роботтар жұптық жұмыс алып келіпті. Бірінші бізде сұрақты оқимыз. Мұна ақша түрлерінің артықшылығы мен кемшіліктерін жазыңдар. Сендер үшін ең тиімді төлем түрін көрсетіңдер дейді. Қайсысы тиімді? Ақша тиімді ме? Ақша. Қалаға барғанда QR арқылы төлеуге болады деді. Банк карточкаларынан төлем түрлерін жасай алады. Қалай ма балалар? Орнымызға тұрамыз, кәне. Зерттеу сәтін жасап жіберейік. Yeah.
беремін. 4 топқа арнайы берілген тапсырмалар бар. Осы тапсырманы қазір біз топтық жұмыс ретінде орындаймыз. Топқа 5 теңге, 3 топқа 500 теңге. 2000 теңгеде не белгіленген? Оған да жазсаң ба? Tahtasının süreci var mı? Süreci var. Tahtasının süreci var. Anaktan түсі көк, ен сары. Ya, және елтаңба бейнеленген екен, ya. Бейнероликтер тамашалайық. Bir şaltın çalma olduğu ortada. Ол ешқашан жұмыс істегісі келмей, бар уақытын ойын сауыққа өткізіпті. Әкесі баласын еңбекке баулу үшін қайта ойлайды. Bir күні ұлына, егер өз еңбегіңнен ақша тауып әкелсе, сені ер жетті деп санаймын дейді. Ұлы бұл сөзге мән бермей қояды. Анасы оны аяп, жасын түрде алтын ақша беріп жібереді. Кешке бала сол ақшаны әкесіне апарып, міне еңбегіммен таптым дейді. Бірақ әкесі оған сенбей, ақшаны отқа тастайды. Көрдік пе балалар бейнероликті? Ше, сақтары бар екен. Осы сақтарына жауап береді, ya. Сенге әкесі неге баласына ақшаны отқа таста деді? Сенге не қалдың? Оған ештеңе жетпейді ғой. Ұят емес пе? Теңгемде бар бейнесі, таңбасы елімнің, тапталып жатса егер ол қадірі кетер елімнің. Мақтанса мақтан елім деп, тайыбы елдік таңбаңды, тәуелсіздікке тән белгі, есі оның мына біздер. Жарайсың. Көрдіңдер ме балалар? Біздің жерде егер 50 теңге, 20 теңге, 5 теңге жатса да біз оны алуымыз керек, ya. Өйткені ода біздің неміз бар? Еліміздің таңбалары, елтаңбаның суреттері бар. Көрдік па? Өте жақсы. Жарайсың. Теңге біздің валюта, қазақ санаты, ұлттық біздің теңгеміз болашаққа ойнады. Теңге адамға теңгері, тіршіліктің арқасы, теңге менен дөңгелек. Жарайсың. Біздің теңгеміз айналымда жүрген, сауда-саттық жасайтын ақша құнын білген бұл. Біздер қарап жатпаймыз, еңбек етіп әрдайым ел үмітіп ақтаймыз. Өте жақсы, жарайсың. Ұлттың тірегі теңге еліміздің арқалы тұрақтылықтың негізі табысты күндер көп болсын. Еліміздің басы экономикалық символы теңге күні құтты болсын. Өте жақсы. Айзере. Қаржымыз мықты, табысымыз тұрақты болсын. Экономикалық дамуымыз тоқтамасын. Қолымыздағы теңге құны артып, әл-ауқатымыз жақсара берсін. Қазақстан қаржы бедері артып, халықтың тұрмысы жақсара берсін. Теңге күні құтты болсын, болашағымыз жарқын болсын. Ұлттық валютамыз теңге күні құтты болсын. Әр отбасының табысын ойлайсын. Нарық тұрақты экономика қуатты болсын. Баршаңызға береке мен байлық тілейміз. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Оған кім берді ақшаны? Анасы берді, ya. Бала ақшаны қалай тапты? Неліктен келесі жолы бала
Келесі. Сыздар, қайсы? Өте жақсы. Енді балалар, қауіпсіздік сабағы бізде досыңызды қорғаса не істеу керек? Дос деген кім? Дос деген кім қалды? Саған жанашырдан, сенің қиын кезде саған көмек беретін жанашыр адам, дос деген. Енді балалар, егер де сенің досыңды қорғаса, көмек бересің, оған мақтау сөз айтасың, көмек бересің, оны иә, кел, тез басасың. Димаш келе отыр. Барлығы түсінікті, дейді Димашта. Кел, бірінші топ, тез. Барлығы түсінікті болса, тез басасың да. Түсінікті екен дейді, келе ғой. Жарайсың. Өте жақсы. Барлығы түсінікті ма балалар? Түсіндік па? Үшінші топ келтесіз, басып кетесіз. Кел. Үйде